Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шеңбер бойымен тең айнымалы қозғалыс тақырыбына есептер шығарамыз. Оқулықта бұл 5-ші жаттығудың 4-ші есебі. Яғни берілгені былай дейді. Нүкте шеңбер бойымен 0,4 радиан бөлінген секунд квадрат тұрақты үдеумен айналады дейді. Үдеу векторы қанша уақыттан кейін жылдамдық векторына 45 градус бұрыш жасайды. Енді қарайық, мынау жылдамдық векторы қозғалыс үдемелі дейді. Демек, жылдамдығы векторы мен жаңағы жанама үдеудің векторының бағыты бірдей деген сөз, яғни бұл екі векторының бағыты бірдей. Енді және демек жылдамдықпен 45 градус бұрыш жасаса үдеу, демек ол жанама үдеумен де 45 градус бұрыш жасайды деген сөз. Енді және бұл жерде ол бұрыштық үдеудің шамасы берілген. Эпсилон тең болады 0,104 радиан бөлінген секунд квадрат дейді. Және мынау бұрыш берілген 45 градус. Бізге табу керек, қанша уақытта ол 45 градус бұрыш жасайды. Осындай бұрыштық үдеумен қозғалған дене дейді шеңбер бойымен. Енді қалай шығарамыз, соған тоқталайық. Мына жерде қарасақ, мынау жанама үдеудің мен мына А үдеудің арасындағы бұрышты беріп тұр. Енді жанама үдеу дегеніміз, бізде ол мынау бұрыштық үдеумен радиустың көбейтіндісі болатын. Енді мына үшбұрышты мұндастайық. Мына жағы жанама үдеу және мына бұрыш альфа және мынау А үдеу. Енді қарап отырсақ, мынау бұрышқа іргелес қабырға, мынау гипотезасы. Енді мынау А жының, яғни жанама үдеудің аға қатынасы, яғни косинус альфаны береді. Яғни А жанама үдеудің аға қатынасы осы екі бұрыштың арасындағы косинусын береді. Демек, мынау А жының орнына А косинус альфа деп қойсақ болады. Яғни А жанама үдеуіміз ол А көбейтілген косинус альфа деген сөз. Енді орнына қояйық. Сонда А көбейтілген косинус альфа тең болады эпсилон көбейтілген R. Енді мына жерден Аны табатын болсақ, ол тең болады эпсилон көбейтілген R-ді косинус альфаға бөлгенге тең. Яғни бұрыштық үдеу мен радиустың көбейтіндісін олардың арасындағы бұрышқа бөлгенге тең. Енді Аны таптық. Енді өткен тақырыпта біз осы Аның, яғни қортқы жылдамдықтың бұрыштық физикалық шамалармен байланысын өткенбіз. Сол жерде, яғни Амыз тең болды R түбір астында эпсилон квадрат қосылған омеганың 4 дәрежесі болған. Енді мынау бұрыштық жылдамдық дегеніміз, егер оның бастапқы жылдамдығы 0 болса, әрине бұл жерде айтты ғой жаңа басында, осындай үдеумен нүкте шеңбер бойымен қозғалды деді. Қандай уақыттан кейін деп тұрса, демек қозғалыс басталғаннан кейін қандай да бір уақыттан кейін деген сөз. Онда оның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең, яғни омега 0-міз 0-ге тең, тек қана омегамыз тең болады эпсилон көбейтілген Т-ға деген сөз. Енді мәндерін орнына қойсақ, яғни Амыз тең болады R көбейтілген эпсилон квадрат қосамыз эпсилонның 4 дәрежесі көбейтеміз Т-ның 4 дәрежесі. Енді осы жерден эпсилонның квадратын жақшаның алдына шығаратын болсақ, яғни R көбейтілген түбір астында эпсилон квадратты жақшаның алдына шығарсақ, бір қосылған эпсилонның квадраты көбейтілген Т-ның 4 дәрежесі қалады. Енді жаңа біз Аны таптық, ол мынау бұрыштар бойынша, және Аны біз оның анықтамасының формуласы бойынша таптық. Енді бізге мынау бөлікпен, демек мына бөлікті теңестіруге болады. Онда теңестірейік. Эпсилон көбейтілген R бөлеміз косинус альфаға тең болады R түбір астында эпсилон квадратты алдына шығарып жейік, яғни R көбейтілген эпсилон деп. Өйткені квадрат
мынау квадраттық түбірден өзі ғана шығады. Сонда 1 қосылған эпсилон квадрат t-ның 4 дәрежесі қалды түбірдің астында. Енді қарасақ r эпсилон мен r эпсилон қысқарады. Енді мына жақта косинус альфаны мынаған көбейтіп жіберсек 1 тең болады. Түбір астында 1 қосылған эпсилон квадрат көбейтілген t-ның 4 дәрежесі көбейтеміз косинус альфаға. Енді бұл жерде 45 градус деп мәнін берген. Косинус 45 градуста, оның мәні түбір астында 2 бөлінген 2. Енді біз мынау түбірден құтылу үшін, мына квадраттық түбірден құтылу үшін, мына теңдіктің екі жағын бірдей бізге квадраттау керек болады. Ал демек, мына косинус 45 градустың квадраты, яғни косинус квадрат 45 градусымыз, ол түбір астында 2-ның квадраты 2 бөлеміз 4-ке. Яғни 2-ден 1-ге тең дегенсіз. Енді мәндерін қояйық орнына. Сонда мына жақта 1-дің өзі қалады, тең болады. 1 қосылған эпсилон квадрат көбейтілген t-ның 4 дәрежесі көбейтеміз 2-ден 1-ге. Демек, 2-ні мына жағына шығарсақ мұнда 2 болады. Азайтамыз 1-ді, тағы да 1 қалады. Сонда эпсилон квадрат көбейтілген t-ның 4 дәрежесі бізде 1-ге тең болып дейміз. Онда демек бізге енді t-ны тауып алуға мүмкіндік бар. T-мыз тең болады. T-ның 4 дәрежесі, яғни 1 бөлінген эпсилонның квадратына дейміз. Енді екі жақтан бірдей квадрат теңдеулерін қысқартсақ, t квадрат тең болады 1 бөлінген эпсилонға, немесе t тең болады түбір астында 1 бөлінген эпсилон. Яғни мәнін есептейтін болсақ, 1 бөлінген 0,4, бұл бізде 25 шығады, t-мыз 5 секунд. Балалар, бүгін біз тең айнымалы қозғалысты сипаттайтын жаңағы сызықтық және бұрыштық параметрлер аралас қолданылған тақырыпқа есептер шығардық. Есеп барысы кішкене ұзақ, бірақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсініксіз болса, осының теориялық бөлімін қараңыз, болмаса осы видеоның астына пікір қалдырыңыз, мен сіздерге жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.